Блинчиктен, печеньеден шаршап шайға не жасарыңызды білмей жүрсеңіздер, дәл осы сочниктерді жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып, жұмсақ болып шығады. Жұмыртқаның үстіне қантымызды, сары майымызды, қаймағымызды және ванильный сахарымызды салып, венчикпен немесе вилкамен араластырып алыңыздар. Ұнымызбен қопсқышты қосып, жақсылап қолға жабыспайтын тесто илейсіздер. Салмасына творог, жұмыртқа, қант және қаймақ салып, жақсылап блендермен біркелкі болғанша езіп алыңыздар. Одан кейін қамырымызды жайып, осылайна домалақ формаға келтіріп алып, оны да кішкене жұқалатып жайып, видеодағыдай жартысын ұстап тұрасыздар да салмасын салып, осылай бетін жауып шығасыздар. Жұмыртқамызды бетіне жағып аласыздар. Қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіп шығады. Дәмі өте дәмді. Арасын және кішкене ашық қалдырыңыздар, өйткені ол қазір піскен кезде көтерілетін болады. Ал баршаңызға ас болсын. Қалай шыққанын әдеттегідей комментарийге қалдырып кетіңіздер.